Сәлеметсіздер, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерді WooClub деген платформаның мүмкіндіктерімен таныстырғым келіп отыр. Бұл WooClub платформасы өте керемет, өте қызықты және көптеген шаблондар арқылы сіз оқушыға тапсырмаларды ұйымдастыра аласыз. Ол үшін Google жолына WooClub деп жазсаңыз, сіздерде жұмыс аймағы пайда болады. Осындай. Сонан соң міндетті түрде тіркелесіздер. Тіркелген кезде Google аккаунт немесе электрондық почта арқылы тіркелесіздер. Тіркелу жұмыстары жүргізіліп болғаннан кейін сіздерде осындай жұмыс аймағы пайда болады. Бұл платформамен жұмыс жасау өте оңай және уақытыңызды алмайды. Ең бірінші, шаблондарды таңдау үшін создать событие батырмасын басамыз. Сол кезде әртүрлі шаблондардың түрлері бізге көрсетіледі. Енді бұл жерде әр сабақта әртүрлі шаблонмен жұмыс жасауды көрсететін боламын. Мен бұл жерде сіздерге голосованиемен жұмыс жасап көрсеткім келіп тұр бүгін. Яғни дауыс беру. Оқушылар дауыс беру арқылы дұрыс жауап таңдайды. Немесе өзіңіздің тақырыбыңызға сәйкес әртүрлі бұл шаблонды сіз сұрақ қойсаңыз да болады. Сұрақтың түрін көбейтіп қойсаңыз да болады, тест ретінде, немесе кері байланысқа оқушының көңіл-күйін білу үшін де пайдалануға болады. Яғни бір шаблонды әртүрлі мақсатта пайдалануға болады. Енді бұл шаблон қалай жұмыс жасайды? Соны жасап көрейік. Мысалға, осы жерге сіз өзіңіздің сұрағыңызды жазасыз. Неге сұрақты жаздық, яғни создать опрос деген жерге, мына жерге сұрағын жазамыз. Енді төменгі жақта жауаптар деген жер бар. Сол жауаптары деген жерге өзіңіз дұрыс жауаптарын, яғни варианттарын жазып шығасыз. Бір сұрақ пайда болды бізде. Енді бұны ең бірінші көру үшін оң жағына назар аударсаңыздар, бұны гистограмма ретінде көрсетуге болады, немесе облака слов, яғни сөздер арқылы көрсетуге болады. Оқушыға комментарий жазу үшін мүмкіндік беруге болады, уақыт қоюға болады. Яғни өзіңіздің қажеттілігіңізге сай қолдана бересіз. Енді бұл тапсырманы біз көрейік, қандай кейіпте болды. Яғни осы формада біздің тапсырмамыз құрастырылды. Енді бұл тапсырманы оқушыға ұсыну үшін QR арқылы ұсынасыздар. Яғни оқушы QR арқылы тапсырмаға кіріп орындайды. Қазір оқушылардың жауабын көретін боламыз. Осы QR тақтаны көрсетіп қойсаңыз, бір оқушыдан бізге жауап келді. Бір оқушы компьютердің 4 буыны бар деп жауап берді. Осылай оқушылардың жауабы сіздерге көрініп тұрады. Өте керемет платформа, қолданып көріңіздер. Алдағы уақыттағы сабақтарда мен сіздерге басқа шаблон түрлерімен қалай жұмыс жасауға болады. Сол жайында әртүрлі шаблондармен жұмыс жасап көрсететін боламын. Бұл жерде әртүрлі шаблонның түрлері бар, өте қызықты, өте керемет. Әрбір жас ерекшеліктерге сай жасап алуға болады. Осы платформаны пайдаланып көріңіздер. Өте қызықты және оңай жасалады.